Жұлдыз. Жасөспірімдердің жарқын болашағына жол сілтейтін подкаст. 16 бала алдым, балым дәрігерлікке жетпейді, менде сұрақ болды, енді мен не істеймін дейді. Пән таңдама, сен мамандық таңда. Баласы сәл бір телевизор қарап сөйтіп отырса, бар не үшін отырсың, бар дайындал деп айтпау керек. Негізде кез келген адамда өзінің максимум және минимум нүктесі болады. Сұрақты білмей, мен сұрақты білмеймін деген сен шақырғанда сен кешкі 8-ден таңғы сағат 5-ке келіп отырып дайындала алмайсың. 3, 2, 1 кеттік. Сәлем, қыздар, жігіттер. Бүгін Жұлдыз подкастының кезекті эпизодын жазуға келіп отырмыз. Біздің бүгінгі қонағымыз сіздерге ОБТ-ны қалай тапсыру керек, қалай дұрыс мамандық таңдау керек, және ОБТ-ға мотивациялық тұрғыдан, моральдық тұрғыдан қалай мықты болып бару керек, сол туралы айтып береді. Олай болса, біздің қонағымыз генетика және физиология институтының лаборатория қызметкері, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті биология факультетінің 1-ші курс магистранты Әйгерім Мұратбекқызы менің сіңілім келді. Мен Әйгеріммен бір үйде тұрып, бірге өскеннен кейін оның ОБТ-ға дайындалу этаптарын, қалай ол мамандық таңдады, қалай қателесті мамандық таңдаудан, енді сөйтіп айтуға бола ма білмеймін. Соның бәрін көріп жүргеннен кейін бүгін мен подкастқа оның да айтары бар болған соң шақырып отырмын. Әйгерім, ал қош келдің, қалайсың? Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін Жұлдыз подкастқа қонақ болып келгеніме қуаныштымын. Бұл подкаст көп оқушыларға, болашақ жас түлектерге пайдалы болады деген сенімдемін. Жақсы, олай болса баста. Енді Әйгерім, Айко деп айта берейін. Енді екеуміз бір үйде тұрғаннан кейін мен сенің бұрыннан бері қарай дәрігер болғың келетінді білген, бірақ сен қазір генетика, яғни биотехнология факультетінде сол салада оқып жатырсың. Бұған сен қалай келдің, сен неге дәрігер болмадың? Осы жөнінде бастайықшы, мамандықты қалай дұрыс таңдау керек, оның арнайы бір критериялар бар ма? Болса, соны айтып кетсең. Жалпы, мен кішкентай кезімнен менің бала күнгі арманым ол дәрігер болған. Енді қалай айтсам екен, мамандық таңдау айтады ғой, енді қазақта жар таңдау, мамандық таңдаудан адам жанымау керек деген, ол сөзді мен айтпасам да көп адамдар біледі. Бұл қағида негізінен өте маңызды, себебі сен істейтін іс, сенің мамандығың саған ләззат алып келу керек, сен оны жақсы көріп істеу керексің, сен оған үлкен махаббатпен қарау керексің, сондықтан да мамандық таңдауға үлкен көңіл бөлу керек. Мен жаңа айтып кеткендей, кішкентай кезімнен дәрігер болғым келді, дәрігер болуды армандадым. Бірақ өкінішке орай деп айтпай қояйын, бірақ маған дәрігер болу бұйырмапты, мен басқа салаға кеттім. Неге мен басқа салаға кеттім? Себебі менің ұлттық бірыңғай тестілеуде жинаған балым дәрігерлікке жетпеді. Яғни тегін оқуға, грантқа менің балым жетпеді. Сондықтан да мен альтернативті вариант менде болды. Мен мемлекеттік грант ұтып алдым биотехнология мамандығына, сондықтан да мен сол мамандыққа қарай кеттім. Енді бұл жерде жаңағы сұрақтар туындауы мүмкін да. Сен дәрігер болуға өкінбейсің ба? Неге сен өзің мамандығың үшін күреспедің деген сияқты, ол сұрақтардың туындауы заңдылық деп ойлаймын. Менде басында биотехнологияда оқып жүргенде мен өзімді кінәлайтынмын, неге мен дәрігерлікке бәрібір бара салмадым, маған бұл мамандық ұнамайды деп. Кейін мен оқып жүріп көп нәрсені түсіндім. Шын мәніне келгенде дәрігерлік ол менің арманым емес екен. Яғни, ол қалай сонда? Бізде былай ғой, кішкентай кезден бастап, негізінен мен өзім ауыл мектебінде оқыдым, ауылдық жерде болдым, ол кезде енді бір көп мамандықтарда бір қатты жоқ та. Екі ғана мамандықта армандайтынбыз, бірі мұғалім болу, бірі дәрігер болу. Соның бірі мен дәрігер болуды армандадым. Неге мен дәрігер болуды армандадым? Себебі үйде кішкентай кезімде мамам жиі ауырып қалатын. Мамам жиі ауырып қалған кезде енді менің қолымнан ештеңе келмейтін да ол кісіге көмектесуге. Сонда мен қол аяғым уқалап отырғанда айтатын, мам, мен өскен кезде сізді емдейтін дәрігер болам, мен сізді емдеймін, сіз ауырмайсыз деген сияқты нәрселерді айтатынмын да. Сол сөздер менің миымда жатталып қалған. Мен одан кейін сол мамамды емдеймін, басқаларға көмектесемін деген установка мен миымда жазылып қалғанда, мен басқа нәрсеге мүлде қарамағанмын. Ол кезде мен жан-жағыма қарамағам, қандай мамандық дамып жатыр, Әйгерім, сенің қандай қабілеттерің бар деген жоқ, мен дәрігер болам, болды деген мен кетіп қалғанмын ғой. И
сол кетіп қалғаным соншалық, мен 11 бітірдім, менің балым қатты көп болған жоқ, дәрігерлікке жетерлік Сен бал қанша болған балл жоқ, мен алдың? 116 балл алдым. 116 балл алдым, енді бір қатты көп те емес, аз да емес. И мен до такой степени басқа нәрселерді ойламағанмын. Мен 116 балл алдым, балым дәрігерлікке жетпейді, менде сұрақ болды, енді мен не істеймін деген. Егер де мен саналы түрде барлығын ойласам, мен өз-өзіме сұрақ қоятын едім, менде көптеген Таңдау болатын еді. болатын еді, бірақ мен ондайға мән бермегенмін. Мен тек қана бір жүре бергенмін ғой, бір направлениемен. Ол өзіме тіпті сұрақ та қоймағанмын. Шынымен де сен қалайсың ба дәрігер болуды? Ол шынымен де саған ұнай ма? Шынымен де оны сен таңдадың ба өзің деген сұрақтар менде болмаған. Барлық туыстарым, ата-анам, барлығы мен дәрігер болғанымды қалады, и сонда ол болмай қалды. И ол жағдай кішкене ауыр тиеді. Басқа ешкімге ауыр тимейді, ол адамның өзіне ауыр тиеді да. Сондықтан да шынымен де, әрине, егер сен шынымен дәрігер болғың келсе, онда тек алға өзіңді шында, дамы, сол бағытта көп жұмыс жаса, онда сен міндетті түрде мақсатына жетесің. Ал бірақ та менің ата-анам менің дәрігер болғанымды қалайды, менің туыстарым менің мынандай болғанымды қалайды деп таңдау жасау, ол өте қатты қате. Шынымен де қазіргі уақытта мүмкіндік деген өте көп. Қазіргі уақытта тіпті жоғарғы оқу орнын бітірмей ақ та сен керемет маман иесі бола аласың. Мүмкін сенің болашақ мамандығын 4 жыл оқуды талап етпейтін мамандық болар. Мүмкін сен видеограф болғың келетін шығар, мүмкін сен SMM болғың келетін шығар. Ондай мамандықтар қазір өте көп қой. Ешкімді тыңдама. Мұғалімдеріңді, ата-анаңды, туыстарыңды, тек өзіңнің жүрегіңді тыңда. Сол кезде ғана сен шынымен де өзің сүйіп істейтін істі, өзің сүйіп істейтін мамандықты табасың деген ойдамын. Жақсы. Ал енді нақты осы мамандық таңдаудың нақты бір критерийлер бар ма сен үшін? Мысалы, бірінші, сен анықтап алу керек, ол саған ұнай ма деген сияқты. Екінші, деп сұранысты зерттеу керек дегендей. Ең бірінші, ол негізгі критерий шығар, ол іс саған ұнай ма деген сұрақта. Ол іс саған ұнай ма? Ол саған пайдалы ма деген сияқты. Одан кейін әрине зерттеу керек. Сенің таңдап отырған мамандығын қазіргі уақытта қаншалықты актуалды мамандық? Ол мамандықтың болашағы бар ма деген сияқты. Осы критерийлардан кейін сен таңдауын өтсе, онда сол мамандықты сен өзің толықтай таңдай беруіне болады деген ойдамын. Тағы да бір айта кететін жағдай, адамдар да әртүрлі болады, адамдардың типі де әртүрлі болады. Өз-өзіне сенімді, өзінің таңдауын 100% жасай алатын адамдар болады, және де көмекке мұқтаж адамдар да болады. Кейбір жағдайда, яғни өздері таңдау жасай алмайды, оларға біреумен ақылдасқан, біреуден кеңес алған ыңғайлы да. Ондай адамдар болса, онда әрине ата-анасының немесе басқа сол бір саланың, өзі барғысы келіп жүрген сала болса, сол саланың экспертінен сұрап, кеңестер де алу керек деп ойлаймын, егер өзі толық таңдауына сенімді болмаса. Жақсы. Біз енді қазіргі сенің игеріп жатқан салан биотехнологияға да ораламыз, бірақ кейінірек. Енді мына сұрақты қойғым келіп отыр. ұбт-ға қалай тиімді пайдалану керек? Бізде былай ғой, балалар бейт, мен или ата-ана айтады, менің балам таңғы сағат 4-ке дейін дайындалады, 5-ке дейін дайындалады, сосын 2 сағат ұйықтайды да 7-де тұрып сабағына кетеді, бірақ неге ол әлі 55 балл алып жүр деп айтады. Яғни қалай айтсақ екен, энергияны қалай тиімді пайдалану керек? Энергияны қалай тиімді пайдалану керек? Ол көп 6 сағат отырып дайындалды деген, значит, сен уже бірден өзінің қазір алып жүрген балына 30 балл қосасың деген сөз емес қой. Сондықтан қалай дұрыс дайындалу керек? Біз қандай қате жібереміз? Ең бірінші, ұлттық бірыңғай тестілеу деген ол өмірдің соны емес. Мен соны айтқым келеді. Оған таңнан түнге дейін отырып солай дайындалудың менің ойымша қажеті жоқ. Кез келген емтиханға олай дайындалудың қажеті жоқ. Әр адам өзін біледі. Ол қай кезде оның энергиясы көп болады, қай кезде ол пассивті түрде болады, соның барлығын ол біледі, және соны негізгі қағидаға ала отырып, ол тиімді пайдалану керек деп ойлаймын. Ең бірінші, бізде ұлттық бірыңғай тестілеу ол негізгі пәндерден және де таңдау пәндерінен тұрады. Бірінші, менің ойымша, ұлттық бірыңғай тестілеуге көп адам бізге 11-ші сыныпқа келген кезде әйтеуір бір пәндерді таңдайды. Ол пәндер қандай критериймен таңдалатынын білмеймін. Көп жағдайда қай салаға грант көп бөлінеді, сол саладағы пәндерді таңдай салады да негізінен. Ең бірінші, тағы да айтамын, сен пән таңдама, сен мамандық таңда. Бізде көп жағдайда ата-аналар балалары 55 балл алған кезде, балам сен неге ұпайың аз,
неге сенің балың төмен деп көп жағдайда оқушылардан емес, мұғалімдерден сұрайды да. Бірақ та енді әрине оқушылардан да өз балаларында сұрайтын ата-аналар бар ғой, бірақ та мынандай да, егер де бала мамандығын, яғни таңдау пәнін өзі сүйіп таңдайтын болса, оны қызығушылықпен оқыса, онда оның балы төмен болмайды. Керісінше, ол қызығушылық артқан сайын оның дайындығы да артады, сәйкесінше ұпайы да көбейеді. Логикалық тұрғыдан солай. Яғни оның балы төмен ба, дайындығында қандай да бір ақау бар. Ол дайындығында ақау бар деген сөз, мүмкін оның қызығушылығы төмен шығар. Бізде көбінесе ата-аналар осыған көңіл бөлмей жатады да, олардың бар ойы мемлекеттік грантты қайтсе де алу. Оның үстіне олар қалай таңдайды? Олар мамандықты таңдамайды, олар айтады: мынандай физика математикаға грант көп, сен физика математика таңдайсың. Енді қараңыз, физика математикамен қанша мамандық бар да. Айтады да, физика мамандықпен қайда барасың десе, айтишник боламын дейді. Айтишник дегеннің өзінің қанша мамандықтан құралады ғой, түрлері көп. Түрлері көп оның. Ал оны олар білмейді. Әйтеуір физика математика, сосын ертең алады. Олардың логикасы аз болса да сонымен грантқа түсіп кетеу деген сөз да. Аз болса да сен мысалы бір мамандыққа түстің, ол мамандықты білмейсің. Ол мамандық мүмкін актуалды емес шығар, мүмкін онымен жұмыс табу қиын шығар, мүмкін ол мүлде саған қызықсыз сала шығар. Оны бізде көп жағдайда ойламайды ата-аналар. Бар ойы әйтеуір бір мемлекеттің грантын ұтып алса болды. Одан кейін ол игеріле ма, игермей ма, оны ешкім де бір тексеріп жатқан жоқ. Егер де ситуацияны былай алып қарайтын болсақ, егер де баланың өзі қалайтын, өзінің қызығушылығы бар бір пәнді таңдайтын болса, онда ол сонымен үнемі дайындықта болады, үнемі қызығушылығы жоғарғы деңгейде болады. Сол арқылы ол өзіне керек қанша жоғарғы болса да балды жинап шығатын шығар. Жинап шығып өзі қалаған мамандыққа түседі. Ол ары қарай өзінің шыңдарын бағындыра береді. Менің ойымша солай. Ал енді олай бір былайша айтқанда грант үшін ғана түсу қателік деп ойлаймын. Себебі ол менің де басымнан өтті ғой, мысалы, менің де айналамдағылардың көбісі солай түсті. Мен де солай түстім. Бірақ менің мысалы қатты саламнан алыс болмады да. Ал көбісіне мысалы мүлде грант үшін түсіп, кейін мүлде оны тастап кеткендер де бар. Сондықтан да өз тәжірибемнен айтып отырмын. Жақсы, рахмет Әйгерім. Одан кейін мен мына нәрсені сұрағым келіп отыр. ұбт тапсыратын кезде ата-аналар көбінесе балаларына күнде Қазақстан шоколадын жегізеді, банан жегізеді, әйтеуір рациондарын күрт өзгертіп жібереді. Бұл қаншалықты дұрыс? Шоколадты кейбіреуі зиян деп жатады. Осыған тоқталып кетсе, не дегенмен де бұл сенің салаңнан алыс тақырып емес қой. Әрине, жалпы емтиханға кіруші немесе ұбт тапсырушы ғана адам емес, кез келген адам, менің ойымша, дұрыс тамақтануға және де дұрыс ұйқыға көңіл бөлу керек. Жалпы мен биологиялық тұрғыдан айтатын болсам, біздің миымыздың негізгі қорегі, негізгі тағамы біздің миымыздың ол глюкоза. Ал глюкоза дегеніміз, ол білеміз, біз қант, көмірсу, ол көбінесе тәтті тағамдардың құрамында болады. Яғни шоколадтың да құрамы негізінен глюкозаға бай болып келеді ғой. Сондықтан да шоколад біздің миымыздың активтілігін арттырады, яғни жұмыс істеу қабілеттілігін арттырады. Бірақ тағы да бір айта кететін жағдай, шоколадты жеу керек, ұбт-ға дейін жеу керек. Мысалы, күнделікті бір кішкене бір бөлігін жеп тұру, ол арттыруға көмектеседі. Бірақ тура ұбт кезінде сен нұсқа жазып отырып, шоколад жеп отырып, енді миына қаншалықты әсерін береді, мен оған енді бір сенбеймін. Мен ұлттық бірыңғай тестілеуге шоколад алып кірген жоқпын. Мен су ғана алып кірдім. Енді су ол керек та, себебі әртүрлі жағдай болады. Қобалжыған кезде кішкене су ішсе басылады кейбір адамдарда, психологиялық тұрғыда. Мүмкін сен кіретін аудитория ыстық болуы мүмкін, ол кезде су ішесің, су керек. Ал енді шоколад алып кіріңіздер, әрине, мысалы, біреуге көмектесетін шығар. Бізде андай ғой, миымыз, егер де көмектеседі десе, миымыз оны шынымен де көмектестіріп жіберуі мүмкін. Сенеді, сенеді. Мен сенбедім, сондықтан да алып кірмедім. Ал бірақ түптеп келгенде шоколадтың миға пайдасы бар. Одан бөлек тағы да қалай рационды дұрыстау керек? Ұйқы дұрыс болу керек деп мен жаңа айтып кеттім ғой, шынымен де ұйқыны дұрыстау керек. Сіздер күнделікті қалай сабаққа дайындаласыздар, ұбт-ға да солай дайындалыңыздар. Тек қана просто артық сабақтарды алып тастаймыз да, тек ұбт-ның ғана сабақтарын қоямыз, одан кейін ұйықтаймыз, таңертең тұрамыз, солай. Оны бір паника жасап, таңға дейін дайындалудың ешқандай да қажеті жоқ. Ол уақытты сіздер
одан да ұйқыларыңызға жұмсаңыздар. Дұрыс ұйқыға, мен айтпаймын күнде ұйқыға жұмсаңыздар дегенге күні бойы ұйықтай да беру дұрыс емес қой. Тек дұрыс 8 сағаттық ұйқы болсын, таңертең тұрыңыздар, сабақтарыңызға барыңыздар, иә. Одан кейін сол жаңағы оқу керек сабақтарыңызды жүйелеп қойыңыздар, одан кейін қайтадан ұйықтаңыздар. Ал енді таңға жуық актив жаңағы белсенді болатын оқушыларға айтатын болсам, онда ол уақытта сіздер сабақ оқисыздар ма, онда түскі уақытта 1-2 сағат ұйықтап алған дұрыс негізінен. Мен өзім түсте міндетті түрде ұйықтаймын. Жақсы. Және тағы да бір айта кететін жағдай, бізде бәрібір де ұбт тапсырған кезде бір сабақ болсын қатты қиын болады. Басқалары бір более-менее нормальный болады да, бір сабақ болады, бір проблемный қиын сабақ. Мен айтар едім, сол проблемный қиын сабақ сізге ертең ана сабақтардан қарағанда ең көп балдың мөлшерін сол пән алып береді. Неге? Өйткені ана сабақтардан қарағанда көбірек энергияңызды сол сабаққа жұмсаңыз. Сол сабаққа жұмсасаңыз, сіз сол сабақты жақсы игеріп кетесіз. Бізде көбінесе оқушылар қалай жасайды? Ой, ол химия ғой, мен химияны ұқпаймын бәрібір дейді. Лучше биологияны оқиын, сосын биологияның балы химияны басып кетеді, и нормально болып кетеді. Жоқ, олай емес та. Сіз именно химияны оқысаңыз, химияға көп көңіл бөліп, көп концентрация қойсаңыз, сол пән сізге ең соңында көп балдың көп мөлшерін сол пән алып келіп беретін болады. Ол өзіммен дәлелденген. Менде де химия дәл солай болды. Мен химияны 10-шы сыныптан бастап қана оқи бастадым. Себебі бізде мен оны оқығанда ұбт форматы өзгерді. Мен сол кезде түсіндім. Мен 6-шы сыныптан бастап оқып келе жатқан биологиям жеткіліксіз. Маған оның қасына тағы бір пән таңдау керек. И ол химия дегенде мен қатты қорықтым. Өйткені химияда мүлде ондай қатты білімім болған жоқ та. Содан кейін мен химияға көп көңіл бөле бастадым. И ең соңында мен биология мен химиямның балдан айырмашылығы бір ғана бал болды. Яғни біраз мөлшерін химияда алып келіп берді. Яғни мен өзім ұбт тапсырғанда осы маған бір ағай айтқан болатын, ең қиын пән сенің ең көп бал алып келетін пәніне айналады депші. Сол расталды. Шынымен де көп дайындықтың бөлігін өздеріңіздің қиналатын пәндеріңізге қойыңыздар деп айтар едім. Жақсы. Иә, мен де осы жерде қоса кеткім келіп тұр. Өйткені менде де бұрын ұбт-ға дайындалғанда менде математика хромать ететін. Сосын тоже дайындалдым. Мен тарихтан жақсы, тарихтан шығатынмын, қазақ тілінен жақсы болатынмын, ағылшыннан жақсы болатынмын да, менде математика қатты хромать етті. Ең соңында бізде бірақ 25 балдық жүйемен есептелді ғой, сонда менде математикам 21 шықты да, мен 12-ден бастағанмын. Тарихым 20 ғана болып қалды. Өйткені неге? Мен де айтып кеткім келеді, оқушылар, сіздер ана жерде, мен биологияны шағам ғой деп, оған уақытты аз жұмсап, назарды аз бөліп жүрмеңіздер. Мен сөйттім, тарихты бір рет қана жасадым, мен даже оны екінші рет тексерген де жоқ екенмін. Сөйтіп менде тарихтан 20 бал болып қалды да, алтын белгіні ақтауға 1 бал жетпеді. Сондықтан сіздер өйтіп істемеңіздер. Бұл жерде тағы да айта кететін жағдай, жаңа айтып жатыр ғой, уақытты мен айттым, күнде бөліп қою керек сабақтарға уақытты. Күнде бүкіл 5 сабақты қарап шығуын керек. Бірақ та кішкене көп бөлігін жаңа қиналатын пәніне бөл. Бірақ ол деген ана сабақтарды қарама деген сөз емес. Мысалы, сендегі қателік сол болды ғой, иә? Сол арқылы сен білемге салдың да, 1 бал жетпей қалды. Алтын белгісін ақтай алмай қалды. Сондықтан ондай қателік жасамаңыздар. Сосын сұрақты қойғым келіп отыр. Тест жаттайды көбілері. Биологиядан тест жаттайды, тарих, география. Ең көп жіберілетін қателік. Мен айтып кеткім келеді. Мысалы, бір сұрақ болады, мысалы, қазақ хандығы қай жылы құрылды деп. Оны жаттап алады олар 1465 деп. Одан кейін ол басқаша келуі мүмкін да. Мысалы, қай ғасырда деген сияқты болса, уже білмейді да бала. Неге? Себебі олар анандай тест жаттап алған, сұрақ жауап қатып қалған. Оны бүйтіп өзгертпейді да, олар өзгертсе жарайды ғой, өзгертпей жаттап алады. Ең соңында айтады, мен жаттаған сұрақтар келмеді дейді. Әрине сен жаттаған сұрақтар келмейді. Өйткені сен жаттаған сұрақтар келетін болса, онда бүкіл шыққан ұбт-дан шыққандардың барлығы 140 бал алып шығатын еді. Яғни ол жаңағы ұлттық тестілеу орталығында отырған адамдар да жынды емес қой, былайша айтқанда, себебі олар ол сұрақтарды бермейді. Сен сұрақ жаттамау керексің, сен тақырып жаттау керексің, тақырып оқу керексің. Мен әрине, егер сен тақырып оқып, мысалы, қазақ хандығы деген тақырыпты толықтай оқып ал, одан кейін соны сұрақ жаттау арқылы бекітсең, онда ол норма. Ал просто сен тақырып оқымай, былайша айтқанда жұбанышевты ашып, тек қана сұрақтарын жаттап шықсан, ол уже қате болады. Себебі бір жерін айналдырып басқаша берсе, уже ми
шашырап кетеді да, мен бұл сұрақты білмеймін деген сигналдар кетеді да, сен қате белгілейсің. Олай болмайды. Биологиядан да мен өзім биологиядан оқушыларыма мүлде сұрақ жаттатқызбаймын. осы биологиядан қалай тиімді дайындалу жолын айтып кетші. Биологиядан тек қана тақырыптарды оқу керек. Енді бұл жерде тағы да ғой, биологияның тақырыптары алып оқып түсе салатын тақырыптар бар. Одан кейін саған біреу түсіндіру керек тақырыптар болады да. Сондықтан да мұғалімді дұрыс таңдау керек. Одан кейін өзінің де қызығушылығын болу керек. Қызығушылықпен оқу керек та. Сол кезде жақсы жаңағы ұпай алып келеді. Сұрақ жаттамау керек. Сұрақты тек қана мен қосымша құрал ретінде ғана пайдаланамын. Бүгін мынандай тақырып өттік, мынандай сұрақтар келеді ұбт-да деймін, болды. Жаттаңдар осыны деп айтпаймын. Жақсы. Ол мәліметтердің барлығын оқушылар тақырыпты игергенде ақ біледі. Рахмет. Енді мынаған ойсақ, жаңа сөз басында айтып кеттік қой, сенің қазір игеріп жатқан салаңа келеміз деп. Сенің қателігіңді қайтадан оқушылар қайталауы мүмкін. Медқа барам дейді, биология таңдайды, бірақ түспей қалады грантқа, бірақ оларға грант керек болады. Енді олар қайда барады? Мұғалім болғысы келмейді. Қалатыны биотехнология. Ол қандай мамандық? Осы жөнінде айтсын. Оның болашағы қандай? Жұмыс бар ма? Қанша төленеді? Жалпы біз мен 2018 жылы бітірдім. 2018 жылы Қазақ ұлттық университетінің биотехнологияға түскен студенттердің саны 1000 болды. 1000. Ондай рекордты біз мұғалімдеріміз даже таң қалды. Не деген сұмдық деген. Ол тек қана Қазақ Казгуде ғана да, ал қанша басқа биотехнологияны оқытатын университеттер бар. Еще олардың санын айтсақ, енді өте көп та. Бұл жерде не айтқым келіп отыр? Сол түскен 1000 студенттің бір 20-сы ғана биотехнолог болып деп түскен шығар. Қалғанның барлығы медицинаға балдары жетпей, құлап биотехнологияға келгендер. Енді біз 2022 жылы бітірдік. 2022 жылы бітіргендердің қазір 50% мамандық бойынша жұмыс жасамайды. Барлығы жан жаққа кеткенде. Яғни бұл жерде не айтқым келіп отыр? Егер де сенған ол мүлде ұнамаса, сен ол салаға мүлде қызықпасаң, онда сен барма. Онда лучше өзің қалап тұрсың ба сол метті, онда сол метті ақылы түрде оқы. Егер де сенің шаман келсе ақылы төлеуге. Менде қалай болды жағдай? Бізде енді ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырып болғаннан кейін грантқа өтініш беру үшін 4 университет жазу керек қой. Мен 3 универді жаздым. Бәрі менде мед болды, біреуі педиатрия, біреуі жалпы медицина. И 4-шіге менде 4-ші жол бос қалды да. Не жазам деп ойладым. Мен негізі бос қалдырсам да болатын еді да. Сосын биотехнология деген мамандықты мен естуім болған. Заманауи, кәдімгі бір жақсы дамып келе жатқан сала, енді деген болашағы бар деп. Мен айттым, давайте биотехнологияны жазайық. Күшті сала деп айтады ғой дедім. Бәрібір мен оған түспеймін ғой дедім. Сонымен гранттың результаты шығады, мен 3 жазған мамандығыма түспеймін да, мен 4-ші жазған биотехнологияға түсіп кетемін. Қазір айтуым мүмкін, енді неге ақылы түрде оқымадым деп. Мен ақылы түрде оқығым келген жоқ, себебі бағасы өте қымбат болды. Мен ондай ауыртпашылықты отбасыма салғым келген жоқ. Сонымен мен оқимын дедім, бардым, оқыдым. Қандай мамандық екен сөйтсең ол? Шынымен мен толық білген жоқпын ол қандай мамандық екен. Және қазіргі айтқым келеді, осыны көріп отырған адамдар мүмкін биотехнолог болғысы келетін шығар, сондықтан да ақпарат беріп кетейін. Жалпы биотехнология дегеніміз ол бізде тірі организмдердің көмегімен жаңа бір жасанды өнімдерді жасап шығару, былайша айтқанда. Ол не болуы мүмкін? Мысалы, қазіргі уақытта бізде бар, жасанды сана, жасанды қол, әртүрлі тағам өнімдері, солардың барлығы негізінен жасайтын осы биотехнологтар. Биотехнологияның өзі өте үлкен ауқымды сала. Сен биотехнологияның тағамдық бағытына баруына болады. Ол арқылы сен жаңа тағам өнімдерін жасайсың. Сүт өнімдерін жасайтын, нан өнімдерін жасайтын, олардың барлығы биотехнологияның бір саласы. Тағамдық биотехнология немесе өндірістік биотехнология деп атайды. Сен техникалық бағыты бар, ол арқылы мұнайды жасап шығаруға болады. Мұнай арқылы, мысалы, мұнай бағытында істеуге болады. Одан кейін бізде мен таңдаған генетикалық бағыт болды. Мен генетика бағытында болдым. Генетика бағытымен енді ол жерде үлкен мүмкіндіктер бар да. Генетикалық инженерия деген салалар бар, яғни жасанды жаңа организмдерді құрастыру. Мысалы, болады ғой бізде
көк, қара, роза сияқты, иә, олардың барлығын құрастыратын осы биотехнологтар. Табиғатта негізінен қара, көк, роза өспейді ғой. Вот соны мысалы жасанды түрде гендік инженерияның көмегімен солай ұсынатын осы бізде биотехнологтар. Яғни биотехнологияның негізінен саласы өте жоғары. Олар бізде биоинформатика бағытында қамтиды, яғни программалау арқылы адамның толық генін, қандай гендер бар, иә, ол ген қандай қызметке жауапты, соның барлығын жазып шығады. Яғни бұның барлығы бір қараса бір құр сөз болуы мүмкін, бірақ бұның барлығы фантастикалық заттар да, соның барлығын негізінен биотехнологтар жасайды. Бірақ Қазақстанда бұндай жасау мүмкіншілігі әрине жоғары емес. Сіз осы мен айтқандай бір күшті жаңа бір нәрсені ойлап тапқыңыз келетін биотехнолог болғыңыз келсе, онда сіз қосымша еңбектену керексіз. Ол әрине Қазақстанда үйретілмейді ғой. Қазақстанда толықтай мүмкіндік жоқ болса, значит шетелде оқу керек. Шетелде оқу үшін сізде ағылшын тілі жақсы болу керек. Сондықтан да қосымша тіл үйреніп, еңбек етіп, максимумға талпынсаңыз, онда шынымен де бұл мамандық негізінен болашақтың мамандығы да. Өте актуалды мамандық. Тағам жетіспей жатыр, экология бұзылып жатыр, соның барлығының шешімдерін осы биотехнологтар ұсынады. Биотехнология міне, тамақ жасайсың сен, немесе сен жануарлармен айналысасың емес, оның ауқымы өте кең. Қазіргі уақытта Қазақстанда Астана қаласында ұлттық биотехнология орталығы бар. Ол жерде жұмыс істейтін адамдардың жаңағы істеп жатқан жобалары өте ауқымды жобалар. Және өзекті жобалар. Ал ол жерде кімдер істейді? Шетелден бітіріп келген сондай адамдар істейді. Мен айтар едім, әрине біздің университетте өте жақсы үйретеді, бірақ та онымен шектеліп қалмау керек. Ары қарай білімді дамытса, онда шынымен сол салада қызмет ете аласыз. Ал жай ғана для галочки үшін, грант үшін барудың қажеті жоқ. Онда сіз жұмыс таба алмайсыз. Ондай бақытта барсаңыз. Биотехнологияның маңыздылығы жайлы мен бір неге барған болатынмын, конференцияға. Сол кезде де айтып кетті да, қазір жердегі адам саны 8 миллиардтан асып жатыр, ал уже жаңағы жануарлар аз қалды, оларды сойып етін жейтін, өсімдіктерді өсіретін жер жоқ, өйткені үй салып жатыр, ғимараттар салып жатыр. Сондықтан жаңағы жасанды жұмыртқа жасайды, тағы да не жасайды? Жасанды ет. Иә, жасанды ет, осының барлығын жасайтын биотехнологтар. Бір саласы бар ғой бізде, фармакологиялық биотехнология. Дәрі-дәрмектер жасады, мысалы инсулин алынды ғой, ал қант диабетіне ең негізгі қазіргі уақыттағы шешімдердің бірі ол инсулин ғой, қосымша инсулин қабылдау. Сол инсулинді бөліп алып, жасап шығарған биотехнологтар. Яғни, биотехнология бағытына келеді да, сондықтан да бағыт өте керемет, мамандық өте керемет, бірақ та дамыту керек та, адам өзін дамыту керек ол мамандықта күшті болу үшін. Бара салып, мен осындай болып кетем, мен жаңа бір нәрсе табам деп барып, просто 4 жылды бітіргеннен кейін мен жаңа нәрсе таппадым, дұрыс емес, биотехнология дамымаған деп айту қате. Сен өзіңді дамыту керексің ол үшін. Жақсы. Енді соңғы сұрақ болсын. 15 жас біздегі енді жақсы, соңғы сұрақ болсын. Біздің тыңдарманымыз негізінде 14 және 17 жас аралығындағы жасөспірімдер, жоғарғы сынып оқушылары. Сен осы жоғары сынып оқитын Әйгерімге қандай кеңес беретін едің? Міне, қазіргі Әйгерім және бұрынғы Әйгерім кездесті. Қазіргі тәжірибеңе қарай отырып, білген, көргендеріне қарай отырып, не беретін едің? Ағылшын оқы деп айтатын еді. Себебі, қазір ағылшын тілін қайтадан оқып жатырмын. Мен енді үлкенмін ғой, мектеп оқушылармен салыстырғанда, егер мен сол кезден бастап оқитын болсам, сол кезде маған біреу айтатын болса, Әйгерім, ағылшын бәрібір керек саған деп, мен ағылшын оқитын едім. Және өзіме сөйлесетін едім, Әйгерім, сен шынымен нені қалайсың деп. Менде творчестволық жақты дамығанда негізінен. Мүмкін сол салаға сен әуессің ба, әлде сен мысалы генетикаға әуессің ба, әлде сен шынымен дәрігер болғың келе ма деп мен өз-өзіме сұрақтар қоятын едім. Нарықты зерттейтін едім. Қандай қазір мамандықтар актуалды? Біздің бітірген жылымыз ең алғашқы рет маркетологтар шығып келе жатқан кезі ғой. Сол кезде мүмкін осындай мамандық шығып келе жатыр екен. Мүмкін соған барып көрейін ба? Мүмкін оған қызығушылық тудырып, соған танытып. Солай өзіме сұрақтар қоятын едім. Және де мен мектеп оқушыларына айтқым келетіні, ешкімді тыңдамаңыздар. Мұғалімдеріңізді де, ата-аналарыңызды да. Біздің мектепте, қазақ мектептерінде өте көп қателіктер жіберіледі негізінен. Енді баланың барлығы бірдей 5-пен 4-пен оқымайды. Ол белгілі нәрсе, иә. Үлгерімі төмен балаларда болады. Бізде соны мұғалімдер не дейді? Сен бармай қой ұбт-ға.
таңдамай ақ қой, біз саған аттестатыңды 5-ке қойып береміз, бармай ақ қой, сен бәрібір ала алмайсың дейді. Негізінен сондай жағдайлар өте көп кездеседі да. Мен айтар едім, тіпті сенің мамандық таңдауға ата-ананың құқығы жоқ та, қалай сенің мұғалімің сенің болашағыңды солай айтып береді, ол өте қате, ешкімді тыңдамаңыздар. Солай көп оқушылар жаңағы жоғарғы оқу орнына түспей төмен дәрежеде қалып қалады да. Мүмкін ол шынымен де ұлттық бірыңғай тестіден жарайды 120 балл алмаса да, шекті балды алып, ақылы түрде оқып, ары қарай өзінің мамандығының бір шебері болатын шығар. Мүмкін оның таңдап отырған мамандығы жоғарғы оқу орнына бару керек, мамандығы оның арманы шығар. Ал қалай сен оның арманына шектейсің да? Яғни мұғалімдер тарапынан осындай да шектеулер қойылып жатады. Және де бізде мектепте 5 пәнмен ғана оқисың, басқа пәндерді оқыма деп тастайды. Мен өзім 5 пәнмен ғана оқыдым, мен ойладым, медқа түсем, бәрі жақсы болады. Мен биотехнологияға түстім, биотехнологияда мен физиканы да оқыдым, жоғарғы математиканы да оқыдым, ағылшынды да оқыдым. Мен сонда өкіндім, неге мен мектепте 10-11-де оқымадым деген. 10-11-де біздікілер алады да, барлық пәндер алады да 5 пәнді ғана оқып қойды. Ол негізінен дұрыс емес. Сондықтан да өздеріңізді тыңдаңыздар, өздеріңіздің жүректеріңізді тыңдаңыздар. Сіздер нені қалайсыздар, соған қадам жасаңыздар. Егер де ол шынымен де сіз өзіңіз қалаған, сіз сүйетін іс болса, ол міндетті түрде өзінің жемісін береді. Әрине ата-ананың да кеңесін тыңдау керек, бірақ соңғы шешімді өздеріңіз қабылдаңыздар. Жақсы. Айгерім, уақытыңды бөліп біздің подкастқа келгеніне көп рахмет. Біздің бүгінгі тақырыбымыз, кейіпкеріміз тыңдармандар үшін де пайдалы болды, қызық болды деген ойдамыз. Енді құрметті тыңдармандар, ұлдар, қыздар, сіздерге айтар бір хабарландыруым бар. Мен осы бүгін болған подкасты, яғни әңгіменің қысқаша мазмұнын Жұлдыз подкаст деп аталатын телеграм каналына қысқаша бриф форматын салып қоямын. Сол жерден де кіріп оқып алсаңыздар болады. Бұл бір. Екінші нәрсе, сіздер қазір енді өсіп келе жатырсыздар ғой. Мамандық таңдауда, сала таңдауда не бар жаңағы? Икигай деген ұғым бар. Бұл мен не нәрсені істей аламын, не нәрсені ақылы түрде жасай аламын, не нәрсені тегін бере аламын деген бірнеше сұрақты қамтитын жапондықтардың енгізген ұғымы. Мен сол туралы ақпараттарды салып жазып қоямын. Егер де қызығатын болсаңыздар, сол телеграмға кіріп, қарап, сол ақпаратты, сол сұрақтарға жауап беріп, өздеріңіздің сәл де болса салаларыңызды анықтауға бір қадам жасауларыңызға болады. Олай болса, бүгінгі эпизод осымен тәмам. Біздің подкасты барлық подкаст платформаларынан тыңдай аласыздар. Ұнап жатса, достарыңызға да жіберіп, пікір қалдырыңыздар. Қандай да бір ұсыныс тілектеріңіз болса, мен осының төмен жағына өзімнің барлық байланыс нөмірлерімді жазып қоямын. Жазыңыздар, бәлкім өздеріңізге қызық тақырыптар, қызық қонақтар бар шығар, оларды да жаза кетіңіздер, ұсына кетіңіздер. Бәлкім келесі эпизодта сол адаммен бірге әдемі сұхбат құрамыз. Сау болыңыздар.